Так, бүгінгі кезекті видеода алдында жариялаған регатаның есептерін, сандар теориясына қатысты регатаның есептерін қазір талдап тастайық. Сонымен бізде 20 шақты есеп мен дайындап қойғам алдында. Так, бірінші есептің шарты: арман карточкаларға 1, 10, 10-ның квадраты, осылай 10-ның дәрежелері, яғни 10-ның 0 дәрежесінен бастап 10-ның 100 дәрежесіне шейін сандарды жазып шықты. Сосын ол карточкалардың бір бөлігін оң қалтасына, бір бөлігін сол қалтасына салып, қалғандарын лақтырып жіберді. Оң қалтасындағы сандардың қосындысы сол қалтасындағы сандардың қосындысына тең болуы мүмкін бе деп сұрап тұр. Так, бұл жерде әрине мүмкін емес, себебі мысалы бірнеше карточкадағы сандардың қосындысы, мысалы сол қалтасында бірнеше карточка болса, енді қанша карточка екен білмейміз, барлығы 101 карточка бізде, барлығы 101. Осы карточкалардағы сандардың барлығын қосып шықсақ, бізде бірлер мен нөлдерден тұратын сан шығады. Қосынды, мысалы 1, 0, 1, 1, 0, осындай сан шығады. Осы сандардағы, осы жалпы мынау қосынды, мыналардың қосындысы. Осы қосындыдағы сандардың бірліктер тұратын позициялар, ол осы карточкалардағы біреуінде ғана тұрады сол позиция. Түсінікті, мысалы мынаяқта 4-ші орында бірлік тұрса, онда осы карточкалардың тек біреуінде ғана, мысалы 4-ші орында бірлік тұрады деген сөз. Қалғандарында 4-ші орында бірлік жоқ деген сөз. Яғни әр қосылғыш тең қосындының біреуіне ғана кіреді. То есть әр қосылғыш, мысалы, былай деп түсіндірейікші, мысалы мынау сол қалта, мынау оң қалта болсын. Мысалы сол қалтада, былай деп жазып шықсақ, мысалы қандай да бір 2 сан шықсын деп есептейік. Мысалы n-ші орында мынаяқта бірлік тұрса, онда мына жерде n-ші орында нөлдік тұрады деген сөз ғой. Түсінікті, мысалы 2-ші орында мынаяқта бірлік тұрса, мынаяқта 2-ші орында 0 тұрады деген сөз. Яғни әр қосылғыш, әр карточка осы қосылғыштың, осы екі қосындының біреуіне ғана кіретіндіктен, ол жердегі сәйкес позициялар тең болмайды, болды. Яғни ол мүмкін емес деген сөз. Так, екінші есеп. Кез келген екеуін қосындысы жай сан болатындай 3 натурал сан табыла ма? Так, ол да табылмайды, не үшін? Мысалы P, Q, R. Так, бұлар жай сан болу міндетті емес. Әдетте P, Q, R деген әріппен белгілейді жай санды. Бұяқта просто натурал сандар, мысалы A, B, C. Яғни бізде сұрап тұр, A плюс B жай сан, B плюс C жай сан, және A плюс C үшеуі де жай сан бола ала ма дейді. Әрине бола алмайды, себебі Дирихле принципі бойынша 3 сан берілсе, оның екеуі жұп, немесе кемінде екеуі жұп, кемінде екеуі тақ болады. Үшеуі де, мысалы біріншісі жұп болса, екіншісі тақ болса, үшіншісі не жұп, не тақ болады. То есть бізде 2 тақ сан немесе 2 жұп сан табылады деген сөз. Осы 3 санның ішінде міндетті түрде. Мысалы А мен Б екеуі тақ болса, онда оның қосындысы жұп болады. 2 сан, 2 натурал сан, олардың қосындысы 2-ден үлкен болады. Яғни жай сан болмайды деген сөз. Себебі бір қосу бір бола алмайды, себебі олар әртүрлі болу керек па? Себебі олар әртүрлі болмаса да, мысалы екеуі 1 плюс 1 болса, онда оның қосындысы жай сан, 2. Үшінші сан тақ болсын, мысалы. Үшінші сан тақ болса, мысалы екеуі 1 және 1 болса, үшінші сан тақ болса, онда қосындысы жұп болып кетеді. Үшінші сан да жұп болу керек, яғни ол 2-ке тең болу керек. Сонда 1 плюс 2, 3. 1 плюс 2, 3. Так, вообще-то 1, 1, 2 деген сандар келеді ғой, үшеуінде қосындысы жұп. 1 қосу 1, 2, 2 қосу 1, 3, 2 қосу 1, 3. Мен есепті аударған кезде бірдеңені дұрыс аудармай кеттім ба? Олар әртүрлі болу керек, мен ойымша, есептің шартын. Мен есептің шартын сосын дұрыстап қарау керек.
Так, мен есеп шартын тағы да бір рет қарап жіберейінші. Орысшасын мен орысшадан аударған кезде мүмкін қателесіп кеткен шығармын. Егер олар бірдей болатын болса, онда мынау үш сан сәйкес келіп тұр. Үшеуі де үш қосынды да жұп-жұбымен ол жұп сан жай сан болып тұр, иә. Ал егер олар әртүрлі болса, онда қазір көреміз. Меніңше олар әртүрлі болу керек. Мен әртүрлі деген сөзді аудармай кеттім. Иә, орысшасында найдутся ли различные натуральные деп тұр. Различные, яғни олар әртүрлі болу керек. Демек, есептің жауабы жоқ. Сан болатындай әртүрлі. Мына жерде әртүрлі деген сөз қалып кетті. Әртүрлі үш сан натурал сан табыла ма? Онда екеуі бірдей бола алмайды. Яғни біреуі бірге тең болса, екіншісі бір болмау керек. Демек, онда қандай да бір екі санның қосындысы жұп болады, ол екіден үлкен болады. Демек, олар екіге тең боламайды, яғни жай сан боламайды деген сөз. Так, келесі есеп. Санның ондық жазылуы әртүрлі 10 цифрдан тұрады дейді. Егер қандай да бір цифр өзіне көршілес оң және сол жағында цифрлардың қосындысына тең болса, онда ол жақсы цифр деп аталады. Осындай оң таңбалы санда ең көбі неше жақсы цифр бар бола алады. То есть есептің мағынасы, мысалы 3, 1, 2 деген сан болса, онда мысалы 3 ол жақсы цифр. Себебі ол көрші 2, 1 мен 2-ның қосындысына тең. Мысалы 7 болса, мына жерде 5 пен 2 тұрса, онда 7 ол жақсы цифр. Яғни әр цифр оның екі көршісінің қосындысына тең болса, ол жақсы цифр болып табылады. Яғни бізде 10 цифр тұрса, әртүрлі 10 цифр, яғни 0, 1, 2, осыдан 9-ға дейін осы цифрлардан 10 таңбалы сан құрап, соның ішінде ең көп дегенде жақсы цифрлар қанша болуы мүмкін дейді. Так, бұл жерде біріншіден айта кететін нәрсе, мысалы, егер 3 сан тұрса қатарынан, онда мынау екі шеткі сан жақсы бола алмайды. Неліктен? Себебі А плюс С ол Б-ға тең болса, онда Б А-дан да үлкен, Б С-дан да үлкен болып тұр. Яғни, мысалы, мына жерде Д деген сан тұрса, онда Б мен Д-ның қосындысы С-дан үлкен болады. Себебі Б С-дан үлкен болып тұр. Сондықтан, значит, мысалы, қандай да бір сандар цифрлар тізбегін алатын болсақ, егер Б жақсы болса, онда А мен С ол жақсы емес деген сөз. Түсінікті, иә? Сосын тағы не нәрсеге назар аудару қажет? 0-дің жанында жақсы цифр тұра алмайды. Яғни 0 тұрса, оның қасында мысалы А, Б деген цифрлар тұрса, онда 0 жақсы цифр бола алмайды, және ол жақсы цифрдың жанында тұра алмайды. Себебі, мысалы, мына жерде С деген сан тұрса, С мен 0-дің қосындысы А-ға тең болу керек та. Яғни С плюс А, С плюс 0 тең А болу керек. Яғни А мен С тең болу керек. Бірақ есептің шарты бойынша олар әртүрлі. Мына жерде әртүрлі деген сөз бар. Значит, бұдан қандай қорытынды шығады? Жақсы цифрлар қатарынан тұра алмайды. Екі цифр қатарынан жақсы бола алмайды. Және 0-дің жанында жақсы цифр тұра алмайды деген сөз. Бұдан қандай қорытынды шығады? Так, тағы да қандай нәрсеге назар аудару қажет? Демек, мысалы, А деген жақсы цифр болса, оның жанында жақсы цифр тұра алмайды. Келесі, мысалы, Б болса, жақсы цифр, оның қасында тұра алмайды. Одан кейін С болса, оның жанында тұра алмайды жақсы цифр. Д жақсы цифр болса, оның жанында жақсы цифр тұра алмайды. Бізде уже қанша болды? 9 болды, иә? Сосын шеткі сандар жақсы цифр бола алмайтыны түсінікті шетінде тұрған. Демек, А жақсы цифр болса, оның шетінде бір сан бар деген сөз. X. Мына жерде. Так, сонда бізде қанша сан болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 0 шетіне қойсақ, 0-дің жанында вообще жақсы цифр боламайды. Сонда бізде барлығы 10 ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда бізде максимум жақсы цифрлар 4-еу ғана болады деген сөз. Яғни А, Б, С, Д. 5-еу бола алмайды деген сөз. Түсінікті, иә? Себебі 4 жақсы цифр болса, олардың жанындағы цифрлар жақсы емес. Яғни олар 5 цифр. Және 0. 0 шетінде тұру керек та. Енді 0 ортасында тұрса, ол кемітіп жібереді жақсы цифрлардың санын. Так, енді оған мысал келтіру керек. Оған так, 6 түрлі мысалы бар екен. Мен 1-2 мысалды ғана көрсетейін. 1, 4, 3, 9, 6, 8, 2, 7, 5, 0 мысалы.
Міне 4 бізде жақсы цифр, 1 мен 3-тің қосындысы. 9 жақсы цифр, 3 пен 6-ның қосындысы. 8 6 мен 2-ның қосындысы, және 7 2 мен 5-дің қосындысы. Тағы осындай 5 мысал келтіруге болады. Ол қалған мысалдарды енді өзіңіз келтіріп көріңіздер. Ең көбі неше жақсы цифр болады? Жауабы ең көбі 4-еу бола алады. Яғни 5-еу бола алмайды. Егер 5-еу болады деп жорысақ, онда біз қарама-қайшылыққа келіп тірелеміз деген сөз. Так. Сонымен келесі 4-ші есепке ауысайық. Екі жай санның квадраттарының қосындысы қандай да бір бүтін санның квадратына тең болуы мүмкін бе дейді. Екі санның квадраттарының қосындысы екі жай санның, мысалы p квадрат қосылған q квадрат қандай да бір a деген санның квадраты болсын. p мен q бізде жай сан. p, q жай сан. Жай сандар. Осы екі жай санның қосындысы. Так, бұл да енді бұлай деп жіктей салуға болады. Мысалы үшін p квадратты a квадрат минус q квадрат деп жазатын болсақ, онда a минус q a плюс q деп жазуға болады. A плюс q. Бұдан қандай қорытынды шығады? Бұдан екі вариант болуы мүмкін. Мысалы a минус q p-ға тең. Және a плюс q да p-ға тең. Бұл вариант орындалмайды, себебі бұл жақта не шығады? Бұл жақта q тең 0 деген шығады. Бұл орындалмайды вариант. Енді екінші варианты мынау 1-ге тең, a плюс q p квадратқа тең болсын. Сонда a минус q тең 1, a плюс q ол p-ның квадратына тең болсын. Так, бұдан қандай қорытынды шығады? Онда мына жерде a деген санымыз бізде q қосылған 1 деген сөз. Сонда мына жерде a-ның орнына q қосылған 1-ді қойсақ, q қосылған 1 қосылған q ол тең p-ның квадраты. Яғни 2q плюс 1 ол p квадрат деген шығады. p квадрат деген шығады. Бұдан 2q неге тең? p квадрат азайту 1, 1-ді азайтамыз, сонда p азайту 1, p азайту 1, p плюс 1 деп жіктеуге болады. p плюс 1 деп жіктеуге болады. Так. Так, p бізде жай сан. p бізде 2-ге тең бола ала ма? Егер 2q, егер p бізде бірінші жағдайды қарастырсақ, p бізде 2-ге тең болса, онда ол 2 азайту 1, 2 плюс 1 деген сөз, 3-ге тең деген сөз. Сонда 2q 3-ге тең, бұдан q бізде 1,5, яғни бұл жағдай келмейді. Онда p 2-ден үлкен болсын. p 2-ден үлкен жай сан болса, ол тақ сан болады. Онда мен p-ны тақ сан ретінде жазаламын да, 2n плюс 1 деп. Онда 2q неге тең болады? Мына жерге p-ның орнына мен 2n плюс 1 деп қоям қазір. Сонда 2n плюс 1 азайту 1, 2n плюс 1 плюс 1. Бұдан 2n, так, мына жақта 1 мен 1 жойылып кетеді. Сонда 2n көбейтілген 2n плюс 1 деген шығады. Так, қателеспесем. Жоқ, 2n плюс 2 екен ғой. 2n плюс 2 деген шығады. 2n плюс 2. Так, сонда мына жерден 2 жақшаны сыртына шығаруға болады. Мына жерден 2-ні жақшаны сыртына шығаруға болады. Сонда мынау 2 мен қысқарып кетеді ол. Сонда, так, мен мына жерге жоғары қарай сары түспен жазып қояйын, шатасып кетпеу үшін. Онда q тең болады. Мына жерде біз 2-ні қысқартып жібердік. Мына жерде 2 мен. Сонда мына жерден тағы бір 2 жақшаны сыртына шығады. Сонда 2 көбейтілген n, көбейтілген n плюс 1 деген қалады. Так, бұл жерде де орындалмайды. Себебі мынау сан бізде 4-ке бөлініп кетеді. Мына жерде 2 бар. Сосын n плюс 1 екеуі тізбектес сандар, екеуін біреуі жұп деген сөз. Яғни 2-ні жұп санға көбейтсек, онда ол 4-ке бөлініп кетеді. Ал q бізде жай сан болғандықтан ол 4-ке бөлінбеу керек. Демек, есептің жауабы жоқ деген сөз. Болуы мүмкін бе? Мүмкін емес, жоқ. Так, келесі 5-ші есеп. Келесі 5-ші есеп. Бізде компьютер экранында 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Так, 9 сан жазылған, осы сан жазылған, 123 миллион 456 мың 789 деген сан жазылған.
Асхат кейбір цифрлардың арасына бос орын қалдырып, яғни пробел басып, санды бірнеше бөлікке бөлді. Нәтижесінде әрбір екі бөлікте пайда болған сандар өзара жай сан болып шықты дейді. Бөліктердің ең көп саны неше болуы мүмкін? Так, қараңыздар. Егер бөлік бір саннан тұрса, мысалы, біреуде 2, 4, 6, 8 жұп сандарды қарастырайық, жұп цифрлар. Бұлар бөлек сан болып тұра алмайды, себебі олар өзара жай емес, олардың барлығы екіге бөлінеді. Яғни егер бір бөлік болып сан тұрса, бір өзі болып тұрса, онда ол жұп сан болса, онда ол біреу ғана болады. Не 2, не 4, не 6, не 8. Қалған сандар, олар басқа бір 2 немесе 3 таңбалы сандардың құрамына кіру керек, және олар соңғы орында тұрмау керек деген сөз. Түсінікті, яғни бізде мысалы мынаны мен былай бірнеше бөлікке бөлсем санды, олардың біреу ғана жұп болу керек деген сөз ғой. Біреу ғана жұп болу керек. Сонда бізде барлығы қанша бөлік болу мүмкін? Яғни бір бөліктен тұратын сандар, бір бөлік қана болып тұратын сандар. Так, былай істейік. Егер мысалы мен А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9 деп осы жазсам, мысалы, егер менде бір бөліктен тұратын сан болса, ол жұп сан болса, ол біреу ғана болады, ол біреу ғана, мысалы 2. Қалған үшеуі минимум 2 бөліктен тұратын сан болу керек. Түсінікті, мысалы, 1-ді алайық, 2-ні алайық. Мысалы, 34 деп бөле алмаймыз, себебі мына екеуі жұп болу керек. Онда 345 деп алу керек. Түсінікті, яғни так, немесе басқа вариантты қарастырайық. Так, бұл жерде оңай сөзбен қалай түсіндіріп берсем болады? Бізде барлығы 9 таңба бар, 9 цифр. Осыларды біз бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қалай тұр, солай ғып бөліп тастаймыз, Сонда қараңыздар. Кейбір бөліктер бір цифрдан ғана тұру мүмкін. Кейбір бөліктер 2 цифрдан тұру мүмкін. Кейбіреулері мысалы 3 цифрдан тұру мүмкін, Және олар барлығы өзара жай сандар болу керек. Олардың барлығы өзара жай сан болса, онда олардың ішінде жұп сан біреу ғана болады. Мысалы, бір бөліктен тұратын жұп сан біреу ғана болады. Қалған жұп сандар, олар уже минимум 2 бөліктен тұратын сандарға кіріп кету керек. Және ол соңғы орында тұрмау керек, себебі ол жұп болмау керек. Түсінікті, Яғни бізде барлығы 4 жұп цифр бар болғандықтан, олардың біреуі ғана бөлек тұрады. Қалған үшеуі уже кемінде 2 бөліктен құралатын болады. Түсінікті, Яғни 2, кемінде 2 цифрдан құралатын болады. Так, уже 6 болды. Сонда қалған тақ цифрлардан максимум үшеуі, так, уже 7 болды. Максимум 2 ғана бір бөліктен тұра алатын болады. Сонда бізде уже 9 цифр болып тұр. Түсінікті ғой? Мынау 2 бөліктен тұратындардың қатарына әрқайсына бір жұп цифр кіреді. Біреуі бөлек тұрады. Сонда қалған 2 цифр қалады, бос цифр. Олар бөлек тұрса, онда бізде барлығы максимум 6 бөлік құралады. То есть есептің жауабы бізде 6 бөлік. Яғни біз бағамдадық деп оценка жасадық. Яғни 6 бөлік қана болады. 7 бөлік уже бола алмайды. 7 бөлік бола алмайды. Енді мысал келтірейік. Мысалы 1, екіншісі 23. Тура осы ретпен. Мысалы 4 деген санды бөлек алсақ, онда қалған жұп цифрлар, олар мысалы 67 болу керек. Көріңіз, 6 деген жұп бірінші орында тұру керек, екінші орында тұрмайды. Және 89. Мұны осындай 6 бөлікке бөлуге болады. Сонда мынау сандар 6 сан өзара жай сандар. 1 барлығымен өзара жай болады. Кез келген санмен өзара жай болады. 23 жай сан, 5 деген жай сан, 67 жай сан, 89 жай сан, және 4 деген жұп сан. Ол барлығы сандар өзара жай сандар. Яғни ешқайсының ортақ бөлгіші жоқ.
яғни 6-дан артық бола алмайды деген сөз. Так, келесі есеп, 6-шы есеп. Квадраттардың айырмасы жай сан болатын барлық жай сандар жұбын табыңыз дейді. Квадраттардың айырмасы жай сан болатын. Так, яғни мысалы а мен б жай сан болса екеуі, онда олардың квадраттарының айырмасы а квадрат азайту п квадрат. Ол да жай сан болу керек. Мысалы п деген сан. Так, онда а минус б, а плюс б деп жіктейтін болсақ, онда олардың көбейтіндісі жай сан. Ал олардың көбейтіндісі жай сан болса, ол екі көбейткіштен құралып тұр. Онда а минус б бірге тең деген сөз ғой. Түсінікті, а минус б бірге тең. Бірден үлкен болса екеуі де, онда ол көбейтіндісі жай сан болмайды. Онда а минус б бірге тең деген сөз, а плюс б бізде п-ға тең деген сөз ғой сонда. Так, екеуін қосып жіберсек, онда жоқ, мен не істеп кеттім. Екеуін қосып жіберсек, онда 2а тең п плюс 1, 2а тең п плюс 1. Олар тізбектес сандар ғой. Тізбектес сан. Онда а дегеніміз б плюс 1. Яғни б да жай сан, одан кейінгі сан б плюс 1, ол да жай сан. Екі көршілес тізбектес сандар, екеуі де жай сан. Ол бір ғана мысал бар, ол 2 мен 3. Себебі біреу жұп болу керек міндетті түрде. 2 деген ол жалғыз ғана жұп жай сан. Расымен де олардың квадраттары 3 квадрат азайту 2 квадрат, ол 5-ке тең. Ол да жай сан. 9 азайту 4 жай сан. Есептің шарты шығып тұр, сонда бізде а 3-ке тең, б 2-ке тең болды. Так, келесі 7-ші есеп. X азайту y куб, y азайту z куб, z азайту x-тің кубы 2011 тең 2011 теңдігі орындалатында x, y, z бүтін сандары табылама дейді. Так, ондай сандар табылмайды, не үшін табылмайды? Себебі просто жақшаларды аша салсақ егер, онда x куб азайту 3x квадрат y, 3x y квадрат азайту y куб деген шығады. Так, екінші жақшаны ашсақ, y куб азайтылған 3y квадрат z қосылған 3yz квадрат азайтылған z куб. Және үшінші жақшаны ашып жіберсек, егер z куб азайту 3z квадрат x қосылған 3z x квадрат азайтылған x куб. Так, мына жерде барлығы қысқарып кетеді бізде, жойылып кетеді кубтар. Сонда x куб пен минус x куб жойылады, минус y куб пен y куб жойылады, минус z куб пен z куб жойылады. Көріп отырғанымыздай, қалған сандар барлығында 3 деген коэффициенті бар, 3 деген коэффициенті бар. Демек, теңдіктің сол жағы бізде 3-ке бөлінеді деген сөз. Себебі есептің шарты бойынша x, y, z ол бүтін сандар, сонда мына жақта тұрған сандар 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Ал 2011 бізде 3-ке бөлінбейді. Цифрлардың қосындысы 4-ке тең, яғни 3-ке бөлгенде 1 қалдық береді. Демек, бұндай сандар жоқ деген сөз. Ондай сандар табылмайды. Осында сәйкес айырмалардың кубтардың қосындысы 2011-ге тең болатынды. Себебі 3-ке бөлінгіштік бойынша есептің шарты орындалмайды. Так, келесі 8-ші есеп. Мұрат барлық 3 таңбалы сандарды жазып шықты. Сосын әр санның цифрларының көбейтіндісін есептеп шыққан нәтижелерді қосып шықты дейді. Шыққан санды анықтаңыз дейді. Так, барлық 3 таңбалы сандар, яғни ABC түріндегі барлық 3 таңбалы сандардың цифрларын көбейтіп шықты, қараңыздар. Ол не деген сөз? Мысалы, 125 деген санды алсақ, оның цифрларын көбейтіндісі 1 көбейту 2 көбейту 5 болады, Немесе 215 деген санды алсақ, оның цифрларын көбейтіндісі 2 көбейту 1 көбейту 5. Жалпы 2 таңбалы санды, 3 таңбалы санның, біреу 0 болса, мысалы 500 деген сан, ол цифрларын көбейтіндісі 5 көбейту 0 көбейту 0 деген сөз. Так, енді мынаны қараңыздар. ABC бізде 3 таңбалы сан. 3 таңбалы сан болса, онда бірінші цифр 0-ге тең емес. Онда А бізде 1-ден 9-ға дейін мәндер қабылдай алады. Б бізде
нөлден 9-ға дейін, яғни екінші цифр 0 бола алады, яғни 10 түрлі мән қабылдай алады. С ол да 0-ден 9-ға дейін мән қабылдай алады. Енді біз мынандай көбейтіндіні қарастырайық. 1 қосу 2 қосу 3 9-ға дейін. Екінші көбейтінді, екінші көбейткіш. Ол 0 қосу 1 қосу 2 қосу 9-ға дейін. Үшінші көбейткіш, ол да сондай 0 қосу 1 қосу 2 қосу 9-ға дейін. Сонда егер біз осыны жақшаны ашатын болсақ, бізде барлық үш таңбалы цифрлардың көбейтінділерінің барлық жағдайлары шығады. Мысалы, мен бірінші жақшадан мысалы 1-ді алсам, екінші жақшадан 0-ді алсам, үшінші жақшадан 0-ді алсам. Бұл 100 деген санның цифрларын көбейтіндісі. Мысалы, мен бірінші жақшадан мынау 1-ді алам, екінші жақшадан 1-ді алам, үшінші жақшадан мысалы екінші жақшадан мысалы 0-ді алам, үшінші жақшадан 1-ді алам. Онда 101 деген санның цифрларын көбейтіндісі шығады. Мысалы, мен бірінші жақшадан 1-ді, екінші жақшадан 0-ді, үшінші жақшадан 2-ні алам. Онда 102 деген сан шығады. Түсінікті, Мысалы, мен бірінші жақшадан 9-ды алсам, екінші жақшадан 9-ды, үшінші жақшадан 8-ді алсам. Онда 998 деген санның цифрларын көбейтіндісі шығады. Немесе әр жақшадан 9-ды алсам, онда ең соңғы 999 деген. То есть, мыналарды көбейтіп шықсам, осы санның цифрлары. Сонда менде барлық цифрлардың көбейтінділерінің қосындысы шығып тұр. Яғни бірінші жақшада менде 9 сан бар. 9 сан. Екінші жақшада менде 10 сан, үшіншісінде де 10. Сонда бұл жақта барлығы менде 9 көбейту 10 көбейту 10 900 сан шығады. 900 сан. 900 қосылғыш яғни, Яғни 100-ден бастап 999-ға дейін. Түсінікті, Сонда бұның оңай есептей аламыз енді. Себебі бірінші жақшаның қосындысы 45-ке тең, екінші жақшаның да қосындысы 45-ке тең, үшіншісінің де 45-ке тең, яғни есептің жауабы 45-тің кубы. Сонда есептің жауабы әр санның цифрларын көбейтіндісін есептеп, шыққан нәтижелерді қосып шыққан кезде бізде 45-тің кубы деген сан шығады. Так, осындай қызық әдемі шығатын есеп, белгілі есеп негізі бұл. Келесі 9. Әрқайсысы екі таңбалы құрама сан болатын, және әрбір екеуі өзара жай болатындай 5 сан табыла ма дейді. Әрқайсысы екі таңбалы сан. Так, қараңыз, бізде мысалы 5 сан берілген, А, Б, С, Д, Е. Олардың әрқайсысы, так, или давайте мен олай емес, былай деп жазайыншы. А1, А2, А3, А4, А5. Олардың әрқайсысы екі таңбалы, яғни әрқайсысы 10-нан үлкен деген сөз. Әрқайсысы 10-нан үлкен, екі таңбалы сан. Болу керек есептің шарты бойынша. 10-нан үлкен немесе тең. Және олар әрбір екеуі өзара жай болатындай, Яғни ортақ бөлгіштері жоқ. Және олар құрама болу керек. Яғни А1 ол қандай да бір екі санның көбейтіндісіне тең. Түсінікті, екі санның көбейтіндісіне тең. Яғни D1 көбейту D2 деген. Мысалы, А2 ол мысалы B1 көбейту B2 болсын. А3 ол С1 көбейту С2. А4 ол мысалы Е1 көбейту Е2. А5 деген мысалы F1 көбейтілген F2 болсын. Яғни құрама сандар. Олардың әрқайсысы құрама сан және әрқайсысы 10-нан үлкен. Онда қараңыздар. Мен оның барлығын просто жазбай қойсам да болады, былай түсіндіре салайын. Мысалы, А деген D1 көбейтілген D2 құрама сан болсын. Онда егер D1 кіші D2 болса, онда D1 бізде 10-нан кіші болады. Түсінікті ғой? Себебі D1 10-нан үлкен болса, и D2 де 10-нан үлкен болса, онда олардың көбейтіндісі 100-ден үлкен болады. Онда мынау 3 таңбалы болып кетеді. Онда А деген ол 3 таңбалы сан болып кетеді. Демек, олардың біреуі ғана 10-нан үлкен бола алады. Яғни D1 бізде 10-нан кіші болу керек. D2 ол да 10-нан кіші болу керек. То есть B1. Яғни әр қайсында бір көбейткіш 10-нан кіші болады. Яғни бір таңбалы сан болады. 10-нан кіші
И мына жерде мысалы f1 10-нан кіші. Ал 10-нан кіші болатын бізде қанша жай сандар бар? 10-нан кіші болатын. Яғни 2, 5, 2, 3, 5, 7. Я? Так, мынаны 3 деп жазып қояйын. 3, 2, 3, 5, 7. 10-нан кіші бізде 4-ақ жай сан бар. Ал бізде мына жақта 10-нан кіші болатын көбейткіштердің саны 5. Демек, олардың екеуі, какой-то екеуі бірдей болады деген сөз. Немесе бірдей санға бөлінеді деген сөз. Түсінікті, е? Яғни, мысалы, d1 кіші болса 10-нан, то есть 10-нан кіші сандар, олар осы жай сандардың біреуіне міндетті түрде бөлінеді. Себебі мына жерде Дирихле принцип бойынша мына жақта 4-ақ сан бар, 10-нан кіші. А бізде 10-нан кіші мына жақта 5 сан бар. Демек, олардың қандай да бір екеуінің ортақ бөлгіші міндетті түрде болады. Не, мысалы, d1 мен b1 не, мысалы, мына жерде d1 мен b1 не екеуі де 2-ге бөлінеді, не екеуі де 3-ге бөлінеді, не екеуі де 5-ге, не екеуі де 7-ге бөлінеді. Яғни сол сандарға тең болады. Түсінікті, е? Так, келесі 10-шы есеп. 2011 көбейту 2111 қосылған 2500 саны жай сан болып табылама. Бұл жерде есепті қалдық арқылы да шығаруға болады, тікелей жіктеуге де болады. Егер тікелей жіктейтін болсақ, былай деп жазуға болады. Мысалы, 2011 көбейту 2000. Так, 2111-ді 2011 қосылған 100 деп жазуға болады. Қосылған 2500, е? Толық квадрат шығады қазір бізде. 2011 квадрат қосылған. Мынау 100 дегенді біз 2 көбейту 50 деп жаза саламыз. Сонда 2 көбейтілген 50 көбейтілген 2011 қосылған 2500-дің квадраты. 2500 деген ол 50-дің квадраты деп жазсақ болады. Так. Кішкене мына жақта басып қойыппын бір кнопканы. Так, не басып жібердім, міне қазір. Так, сонымен 2011-дің квадраты қосылған 2 көбейту 5 көбейту 50 көбейту 2011 және 2500 деген бұл 50-дің квадраты бізде, е? Так, сонда мына жерде 50-дің квадраты деп жазып қойын. Так, онда бізде мынау 2011 қосылған 50 осы санның квадраты. Әрине, бұл жай сан емес. Яғни бұл құрама сан. 2061 көбейту 2061 деген сөз. Так, немесе бұл бірінші әдіс деп қойық. Немесе екінші әдіспен шығаруға болады. 2011-дің 3-ке бөлгендегі қалдығы қанша? 1-ге тең, е? 3-ке бөлгендегі қалдық 1-ге тең. Себебі цифрлардың қосындысы 4-ге тең болып тұр. Так, 3-ке бөлгендегі қалдығы 1-ге тең. Мынау 2002-ші сан. 2111. 2111 бұның қалдығы 2-ге тең. Себебі цифрлардың қосындысы 5-ге тең болып тұр. Онда бұларды көбейтсек бір-біріне. 2011 көбейту 2111. 1-ге 2-ні көбейтеміз 2. Яғни олардың көбейтіндісі 2-ге тең деген сөз. 3-ке бөлгендегі қалдығы 2-ге тең. Ал 2500 деген сан, оның қалдығы қанша? Ол қалдығы 1-ге тең. 2-ке 5 7. Ол 3-ке бөлгенде қалдығы 1-ге тең. Сонда мұнан қалдығы 1-ге тең, мұнан қалдығы 2-ге тең. Яғни екеуін қосып жіберсек, сонда 2011 көбейту 2111 қосылған 2500. Онда қалдықтардың қосындысы 1 қосылған 2. 1 қосу 2 3. 3 дегеніміз ол 0 деген сөз. 3-ке бөлгендегі қалдығы 0-ге тең деген сөз. Демек, бұл сан бізде 3-ке бөлінеді мынау сан. Бұл 3-ке бөлінеді, яғни бұл тақ сан, құрама сан деген сөз. Яғни жай сан бола алмайды деген сөз. Так, келесі есеп номер 11-ші есеп.
А, Б, С-ді натурал сандары үшін А, Б тең С-ді теңдігі орындалады дейді. А плюс Б плюс С плюс Д саны жай сан болуы мүмкін ба дейді. Так, значит, бізде А, Б тең С-ді. А, Б тең С-ді. Так, осы жерден Д-ні мысалы, так, немесе С-ні өрнектейікші. С тең А, Б бөлінген Д болады. Немесе Д бола берсін, Д тең А, Б бөлінген С деп жазайық. Сонда А плюс Б плюс С плюс Д қосынды бізде неге тең болады? Ол А қосылған Б, қосылған С, қосылған Д, қосылған Д. Д-ның орнына А, Б бөлінген С деп жазамыз, А, Б бөлінген С деп жазсақ, онда так, ортақ бөлімге келтірсек, мына жерде бізде С-дан береміз, үшеуіне. Сонда А, С қосылған Б, С қосылған С квадрат қосылған Б, С деген шығады. Так, егер осыны жіктейтін болсақ, так, бірінші екеуін топтастырып, жақшаға. Так, біріншісінде С жақшаның сыртына шығады А плюс Б шығады. Жоқ, олай болмайды екен. Так, қалай топтастырсақ болады мына жерде? Так, А, С мен С квадратты бірге алайық, сонда жақшаның сыртына бізде С шығады, А плюс С. Так, екінші жақшада, онда екіншісінде БЦ мен АБ екен ғой мына жерде. БЦ мен БА. Так, Б-ны шығарамыз, сонда А плюс С шығады, А плюс С бөлінген С. Бұдан бізде бөлшектің алымы А плюс С көбейтілген Б плюс С болады. Бөлінген С. Так, осы жай сан бола ала ма, бола алмай ма? Жай сан бола ала ма, бола алмай ма деп сұрап тұр. Так, қараңыздар. Бұл бізде натурал сан, бұл натурал сан, себебі бұл мынау 4 натурал санның қосындысына тең болып тұр. Яғни бұл бөлшек бізде натурал сан. Натурал сан болса, онда егер А бізде С-ға бөлінсе, онда А плюс С бөлінген С, ол А бізде С-ға бөлінсе, мысалы, А бізде С көбейту А1 деген сан болса, онда А-ның орнына егер С А1 қосылған С деп жазсақ, бөлінген С, онда бізде А1 қосылған 1 деген сан шығады, Онда біздің мынау бөлшегіміз, біз А плюс С-ны С-ға бөліп жібереміз, сонда біздің бөлшек А1 плюс 1 көбейтілген Б плюс С деген шығады. Яғни ол жай сан болмайды. Яғни бұл құрама сан. Екі жақшаның көбейтіндісі, екі көбейткішке жіктеліп тұр. Егер А бізде А плюс С, егер А С-ға бөлінбесе ше? Егер А С-ға бөлінбесе. Б С-ға бөлінсе, ол түсінікті, Б егер С-ға бөлінсе, ол тура осындай жағдай болады. Егер А да С-ға бөлінбесе, және Б да С-ға бөлінбесе, онда бізде не шығады? Бірақ ол екеуінің көбейтіндісі С-ға бөлген кезде натурал сан шығу керек есептің шарты бойынша. Так, бұның қарапайым ғана бір түсіндірілу бар еді, мен ұмытып тұрмын, қалай түсіндіріп берген. Бұл есеп 8-ші сыныпта бір аудандық олимпиада кездескен есеп есімде. А да С-ға бөлінбесе, Б да С-ға бөлінбесе. Ол жағдай мүмкін емес қой, мен не үшін етіп айтып отырмын. Себебі бізде шарт бойынша былай ғой, онда А мен Б-ның көбейтіндісі С-ға бөлінеді. А мен Б-ның көбейтіндісі, себебі А мен Б-ны біз С-ға бөлсек, бізде Д шығады. Себебі С көбейтуді ол А Б болып тұр. Так, онда егер С қандай да бір мысалы екі жай көбейткішке жіктелсе, онда А мен Б екеуі әрқайсы С-ға бөлінбесе, онда А П-ға бөлінеді, ал Б Q-ға бөлінеді деген сөз. Б Q-ға бөлінеді деген сөз. Сонда А плюс С бөлінген С, так, А плюс П деп жазсақ болады. Б плюс С бөлінген Q деп жазсақ болады. Бұл кезде де үлкен сан шығады, себебі А П-ға бөлінеді, С П-ға ол да бөлінеді, Б Q-ға бөлінеді, С Q-ға ол да бөлінеді. Ондай кезде мынау екі жақша екеуі де бірден үлкен болады. Мынау да үлкен бірден, мынау да үлкен бірден, яғни ол жай сан болмайды деген сөз. Ол жай сан бола алмайды.
Түсінікті, иә? Так, меніңше осылай шығады, иә. Осылай шығу керек, басқа әдісі жоқ бұның. Так, келесі есеп қарайық, 12-ші есеп. 7-де 1 бөлгіші берілген, 7-ден 1. Осы санның ондық жазылуында 2013 цифрды сызып тастады дейді. Берілген сан қалай өзгерді, артты ма, әлде кеміді ме? Так, бұл есеп қарапайым есеп негізі. Қарайықшы, мына жерде 1-ді 7-ге бөліп жіберейік. 1-ді 7-ге бұрыштап бөлетін болсақ, так, мына жерге қазір симай қалады, былай деп жазайық. Бұл периодты бөлшек қой, соның периодын тауып ала салу керек. Бізге 1-ді 7-ге бөлейік. 0 бүтін, так, 1-ден береміз, сонда 7, азайтылған 3, 34-тен береміз, 28, азайтылған 2, так, 2-ден береміз 14, так, 20-дан 14 азайтамыз 6, 60, яқта 8-ден береміз 56, 4, 40, так, 5-ден береміз 35, 7-ден береміз 49, айырмасы 1 шығады. 1 деген ол бізде мына жерде бар уже, ең басында бар. Яғни ол қайтадан қайталанады деген сөз. Қайтадан 10, 10-ды 7-ге бөлеміз, 1 деп кете береді. Демек бізде мынау санның периоды 142, 857 деген сөз. И осылайынан қайталанып кете береді, 142, 857. Яғни периодының ұзындығы бізде 6-ға тең. Так, 2013 орында қандай сан тұр? 2013 орында. Егер 2013-ті біз 6-ға бөлсек, так, мен не жазып кеттім? 2013-ті 6-ға бөлсек, бізде 3 шығады қалдығы. Модуль 3, модуль 6. Себебі 6 деген жұп сан, және 2010 деген цифрларын қосындысы 3-ке бөлінеді, және ол жұп сан, яғни 2-ке де бөлінеді, демек ол 6-ға да бөлінеді. Сонда бізде 2013 орында 2 деген цифр тұр, 3-ші цифр. Сонда бізде 142, 857 осындай бөлшек кете береді, ең соңында 142, 857 деген, мынау 2 деген, бұл 2013 орындағы сан, 2013 орындағы цифр, иә. Сонда біз бұны сызып тастасақ, оның орнына 8 деген цифр келеді ғой, түсінікті, иә. Сонда 2 болған, енді ол позицияда 8 деген цифр тұр, яғни біздің сан артады деген сөз. Есептің жауабы біздің сан артады. Так, келесі. Апельсин спанель 2012, 2 көбейту 2013 ребустың шешімі бар ма дейді. Так, бұл ребустың шешімі жоқ, себебі бұл сандар бірдей әріптерден құралған. Түсінікті, иә? А, П, П, Ц, Ц, Е, Л, то есть әріптері бірдей. Ал егер олардың әріптері бірдей болса, онда цифрлардың қосындысын есептесек, яғни апельсин деген мысалы. Цифрлардың қосындысы ол А қосылған П, қосылған Е, осылайынан кете береді. Барлық цифрларын қосып шықсақ, ИН. Онда біз 9-ға бөлінгіштік қасиет бойынша мынандай нәрсені өткенбіз. Соны видео сабағын қарасаңыздар, видео сабағында сіздер түсінесіздер. Яғни А деген санның цифрларын қосындысымен осы А санының 9-ға бөлінгендегі немесе 3-ке, немесе 9-ға бөлгендегі қалдықтар бірдей. Яғни кез келген саннан сол санның цифрларын қосындысын азайтса, оның айырмасы 9-ға бөлінеді деген сөз. Түсінікті, яғни қалдықтары бірдей деген сөз. Олай болса, мысалы мынау цифрларын қосындысы S1 деп алсақ, мынаныкін S2 деп алсақ. Онда цифрларын қосындысы 0-ге тең ғой. Демек олардың айырмасы 9-ға бөлінеді деген сөз. Түсінікті, себебі олар бірдей цифрлардан құралған, сонда олардың қалдықтары бірдей, 9-ға бөлгендегі қалдықтары бірдей. Яғни ол екі санды бір-бірінен азайтсақ, онда олардың айырмасы 9-ға бөлінеді деген сөз. 2012 бізде 9-ға бөлінбейді, ол 3-ке де бөлінбейді. Цифрларын қосындысы. Ал 2013 деген сан 3-ке бөлінеді, бірақ 9-ға бөлінбейді. Сонда бізде теңдіктің оң жағы 9-ға бөлінбейді, ал сол жағы 9-ға бөлінеді. Демек, бұл ребустың шешімі жоқ деген сөз. Бұл 9-ға, яғни бұл есептің шешімі 9-ға бөлінгіштік қасиетке негізделген деген сөз. Келесі 14-ші есеп. А, Б және С натурал сандарының әрқайсысы құрама сан болып табылады дейді. Бірақ олардың ешқайсысы 2-ден 100-ге дейінгі сандарға бөлінбейтіні белгілі. Егер осы сандар мүмкін болатын ең кіші сандар болса, онда АБЦ көбейтіндісі натурал санның көбі болатынын дәлелдеңіз дейді. Яғни бізде АБЦ деген сандар, бұлар әрқайсысы құрама сандар. Түсінікті, құрама сандар.
және олар ешқандай екіден 100-ге дейінгі ешқандай жай сандарға бөлінбейді. Яғни бұл 2-ге де бөлінбейді, 3-ке де бөлінбейді, 5-ке де, осылайынан кете береді. Так, ең үлкен жай сан ол 97. 97-ге де бөлінбейді. Ешқайсына бөлінбейді. А да бөлінбейді, Б да, С да бөлінбейді. Осындай және олар құрама сандар. Осындай ең мүмкін болатын кіші сандарды табайық дейді. Так, 100-ден кейінгі жай сандарды табайық рет-ретімен. Ең бірінші жай сан 100-ден үлкен, ол 101. Келесі жай сан ол 103, 104, 105, 106 жай сан емес, 107 келесі жай сан 107. Сонда ең кіші мүмкін сан қандай? Құрама сан болатын. Және мынау сандарға бөлінбейтін ең кіші құрама сан ол 101 жай сан, яғни 101 көбейту 101 деген сөз. 101-дің квадраты ең кіші мүмкін сан. Одан кейінгі сан, онда ол қандай сан болады? Ол 101 көбейтілген 103 болады. 101 көбейтілген 103. Так. Одан кейінгі мүмкін сан, ол онда 103 көбейту 103 қой. Дұрыс па? 103 көбейту 103. Ең мүмкін кіші сандар жазып жатырмын. Яғни құрама сан болатын және 2-ден 100-ге дейінгі сандарға бөлінбейтін. Онда осы сандардың көбейтіндісі куб болатыны түсінікті ғой. Яғни 101 квадрат көбейту 101 көбейту 103 көбейту 103-тің квадраты. Яғни бұл 101 көбейтілген 103-тің кубы деген сөз. Яғни бізде куб болатын дәлелдеңіз деп тұр. Оңай есеп, түсінікті. Яғни мына куб екенін куб болатын мұны біз көрсетіп тұрмыз, яғни ең мүмкін сандар. Так, жақсы, бұл есеп қиын емес. Так, бізде бұл 14-ші есеп болды ма? Келесі 15-ші есеп. X және Y сандарының әрқайсысы 2 бүтін санның квадраттарының қосындысы түрінде жазуға болатын белгілі болса, онда X, Y саны да қандай да бір 2 бүтін санның квадраттарының қосындысы болатын дәлелдеңіз. Бұл белгілі есеп, бұл алгебрада. Бұл негізі 7-ші сыныпта оқулықта бар есеп негізі. X қандай да бір 2 бүтін санның квадраттарының қосындысы, яғни А квадрат плюс Б квадрат. Y та сондай. Қандай да бір С квадрат және Д квадрат деген мысалы сандарының квадраттарының қосындысы, бүтін сандарын. Онда X, Y-ті қазір өрнектей саламыз. Оны да 2 бүтін санның квадраттарының қосындысы түрінде келтіру керек. Яғни X, Y деген А квадрат Б квадрат көбейтілген С квадрат қосылған Д квадрат. Жақшаны ашып жіберсек, онда А квадрат С квадрат қосылған А квадрат Д квадрат қосылған Б квадрат С квадрат және Б квадрат Д квадрат. Так, енді бұл жерде біз былай жасай саламыз. А квадрат С квадрат пен так 2 АБЦ-ді қосып АЦ, онда мынақта Б квадрат Д квадрат аламыз. Яғни 2 АБЦ-ді қосып, 2 АБЦ-ді қайтан азайта саламыз, ештеңе өзгермейді. Онда А квадрат Д квадрат болады мынақта. Мынақта минус деп аламыз, 2 АБЦ-ді қосылған АД мынақта БЦ болады. Онда Б квадрат С квадрат. Болды. Яғни біз осы XY деген көбейтіндіні 2 квадраттың қосындысы түрінде жаздық. АЦ плюс БД-ның квадраты қосылған АД азайту БЦ-ның квадраты. Яғни мұны қандай да бір 2 санның квадратының көбейтіндісі түрінде жазылды. Бізде мұны XY дегеніміз. Так, келесі. 16-ші есеп. Алғашқы 2017 жай сандардың көбейтіндісін бірге арттырғанда шыққан сан қандай да натурал санның квадраты болып табылама деп сұрап тұр. Так, алғашқы 2017 жай сан. Мысалы, жай сандар ол 2, 3, 5, 7 осылайынан кете береді. Так, мен 2017 орында қандай жай сан тұрғанын білмеймін. Бұлай деп жазайық онда. 2, қалған 2016 жай санды әшейін бұлай деп жаза салам мен. P2 деп жазайын мұнаны. P3, P2017 деп жаза салайын. Сонда олардың көбейтіндісі неге тең болады? 2 көбейтілген P2 көбейту P3 көбейту P2017. Мұны алғашқы 2017 жай санның көбейтіндісін мен осылай жаздым. Осыны бірге арттырдым. Сонда бұл қандай да бір А деген санның квадратына тең бола ма деп сұрап тұр.
Так, ол квадрат, сонда бізде не шығады? 2 көбейтілген, мыналардың барлығы тақ сандар, я? P2, P3, барлығы тақ сандар. Так, бұның осы санды қалдығы қаншаға тең? 2-ке бөлгендегі қалдығы. 4-ке бөлгендегі қалдығы. 2-ке тең, я? 4 модуль бойынша қарастыра саламыз. Яқта модуль бойынша 2-ке тең. Түсінікті, яғни кез келген жұпсан 6 болсын, мысалы 10 болсын, 14, бұлардың қалдығы 2-ке тең болады. 4-ке бөлгенде, егер олар өздері 4-ке бөлінбесе, түсінікті ғой? Яғни 4-ке бөлінбейтін жұпсанды 4-ке бөлсе қалдық 2-ке тең болады. Егер ол 4-ке бөлінсе қалдығы 0, ал егер жұпсанның 4-ке бөлінбесе қалдығы 2. Мынау сан бізде жұпсан, бірақ 4-ке бөлінбейді, себебі 2-ге ғана бөлінеді, 2 деген сан бар. Қалған бәрі жай сан, тақ сандар. Яғни бұның қалдығы 2 деген сөз. Сонда егер мен бұған 1-ді қоссам, яғни P2, P3, P2017. Оған 1-ді қоссам, мына жерде 1 қосылып тұр, я? Онда 2-ге 1-ді қосамын, 3 болады қалдығы 4-ке бөлгенде. Түсінікті, я? Яғни мынау санның алғашқы 2017 санның көбейтіндісіне 1-ді қоссам, онда шыққан санның 4-ке бөлгендегі қалдығы 3-ке тең. Әрине ол а квадратқа тең боламайды, себебі а квадрат ешқандай санның квадратын 4-ке бөлгенде 3 қалдық бермейді. Біз оны білеміз уже. Себебі аның қалдығы плюс-минус 1, 4-ке бөлгенде немесе плюс-минус 2 болуы мүмкін. Ол 3 никак болмайды, сонда а квадрат 1 болуы мүмкін, және а квадрат 0 болады. Яғни кез келген санның квадраты, біз уже оны білеміз алдыңғы сабақтар бойынша. Кез келген санды квадраттаған кезде, оның 4-ке бөлгенде қалдығы не 0 болады, не 1 болады. Ал мына жерде қалдық 3-ке тең болып тұр. Так, демек, бұл есеп шешімі жоқ. Жауабы бола алмайды, квадрат бола алмайды. Так, келесі 17. P куб қосылған 7P квадрат саны толық квадрат болатында ең кіші P санын табыңыз дейді. P бізде 2-ден үлкен, яғни P тақ сан. Онда, так, P куб қосылған 7P квадрат. P квадратты жақшаның сыртына шығарайық, онда бізде P қосылған 7 шығады. Осы сан толық квадрат болатында, яғни қандай да а деген санның квадраты болу керек. Бізде P-ның квадраты тұр мына жерде, ондай болса P плюс 7 ол да квадрат болу керек, қандай да бір санның квадраты болу керек. То есть P плюс 7 ол қандай да B деген санның квадраты болу керек. Бізге ең кіші P санын табу керек. P 2-ден үлкен. Мына жерде просто перебормен жасай саламыз. P 3 деген келмейді. P 3 деген келмейді. Так, немесе квадраттарды қарастыра салмаймыз ба? P плюс 7 не 16 болуы мүмкін, я? Енді 3 бола алмайды ғой. 9 бола алмайды. Себебі P 2-ге тең болса, онда 2 плюс 7 ол 9. 3-тің квадраты. Бірақ бізде есептің шарты бойынша P 2-ден үлкен деп тұр. Мына жерде P 2-ден үлкен деп тұр бізде. Сондықтан 9 бола алмайды, сол үшін 16-ны қарастырамыз. Бұл жерде P тең 9 шығады. Так, бұл келмейді, себебі 9 жай сан емес. Келесі сан 25. 25, сонда P тең 18. Так, бұл да келмейді, 18 жай сан емес. Так, келесі жай сан 36. P қосылған 7 тең 36, 6-ның квадраты. P қосылған 7 тең 36 болса, онда бұнау келеді, 29. P 29. Сонда есептің жауабы P 29. 29 жай сан. Яғни 29-ның кубы қосылған 7 көбейту 29-ның квадраты, ол толық квадрат болады. Так, келесі 18-ші есеп. А саны 3 тізбектес натурал сандардың қосындысына тең дейді. Б саны да 3 тізбектес натурал сандардың қосындысына тең. А және Б сандарының көбейтіндісі 2007-ге тең болуы мүмкін бе дейді. Так, 3 тізбектес сан. 3 тізбектес санды қалай жазуға болады? X плюс 1, X плюс 2 деп жазуға болады, я? Немесе ыңғайлы болу үшін кейде бұлай жазған ыңғайлы. X минус 1, X плюс 1 деп. Қосындысында 3X болады, я? Сонда А саның егер M азайтылған 1, 3 тізбектес сан, келесі сан бізде M, келесі сан M плюс 1 деп жазайық. Сонда бұл бізде 3M-ға тең. Бұяқта ескере кететін нәрсе, бізде M 1-ге тең емес, я? M 1-ден үлкен.
себебі n 1-ге тең болса, онда мынау натурал сан болмайды, n минус 1 деген. Ал бізде 3 натурал санның қосындысы деп тұр. Так, b саны да тура сондай, b саны да 3 тізбектес санның қосындысы, яғни n минус 1 қосылған n плюс 1 деп жазсақ. Так, онда бізде 3n шығады. Енді бізде сұрап тұр, осының 3mнің сонда 3n-ге көбейтіндісі 2007 бола ала ма дейді. 2007. Сонда 9m көбейтілген n тең 2007. 2007 9-ға бөлінеді, ол цифрлардың қосындысы 9-ға тең. Сонда m көбейтілген n бізде 223. Яғни m көбейту n 223. Бірақ 223 қандай сан? Ол жай сан. Яғни n екеуі де бірден үлкен боламайды, себебі 223 бөлінбейді ешқандай санға. Өзіне ғана бірге ғана бөлінеді. Сонда бізде біреуі m, біреуі 223 болу керек. Бірақ есептің шарты бойынша m бірден үлкен, n де бірден үлкен, олар бірге тең боламайды есептің шарты бойынша. Яғни бұл жақта жауабы қандай мүмкін емес. Осындай есептерде мүмкін бе деген сұрақ қоятын кезде мүмкін иә деп мысал келтіре салсаңыз жетеді, егер мысал табылса. Бірақ көп жағдайда ол мүмкін емес деген жауап болады да, сондықтан оны міндетті түрде көрсетіп кету керек, дәлелдеу керек не үшін мүмкін емес екен. Так, 19. n ABC болатын 3 таңбалы сан, ABC 3 таңбалы сан. Онда n тең a қосу b қосу c, қосу ab қосу bc қосу ca қосу abc болатындай барлық n натурал сандарын табыңыз дейді. Так, бұл сәл аздап кішкене күрделірек есеп, бірақ онда қатты күрделі емес. Так, қараңыз, мына жерде A, B, C, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Так, бізде жетеу болса, біз оны топтастыра алмаймыз, бізге 8 болғаны керек. Сонда екі-екіден топтастыруға болады, иә? Сол үшін біз мына жерде мынандай әдіс қолданамыз. Қарайық. A плюс B плюс C плюс AB плюс AC плюс не қалдырып кеттім, BC-ны қалдырып кеттім ба? Плюс ABC. Осыған бірді қосайық. Сонда бұл неге тең болады? Бұл n плюс 1-ге тең болады. n плюс 1. Сонда енді біз мынаны жіктей аламыз. Так, бұлай істейік. A мен AC-ны бірге алайық. Так, B мен BC-ны бірге аламыз. Сәйкесінше C мен бірді аламыз. Және AB мен ABC-ны аламыз. Сонда бізде не шығады? Бірінші жақшада жазайық A қосылған AC. Екінші жақша бізде B қосылған BC. Үшінші жақша C плюс 1. Төртінші жақша бізде AB қосылған ABC. Так. Тең n плюс 1, е? Сонда барлық жерде біз C жақшаның сыртына шығара аламыз. C плюс 1-ді ортақ көбейткіш ретінде қарастыра аламыз. Яқта B C плюс 1 болады жақшаның ішінде. Мына жерде C плюс 1. Мына жерде AB-ны жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда C плюс 1. Так, бір жақшаға жіктедік, екі жақшаға жіктедік, қазір тағы да жіктейміз. Сонда бізде жақшаның сыртына C плюс 1 шықса, жақшаның ішінде бізде A қосылған B, қосылған 1, қосылған AB деген болады. Так, бұны тағы да жіктеуге болады. Бірден мына жақта жіктей салайық, сонда C плюс 1. Так, қараңыз, мына жақтан B плюс 1-ді ала саламыз, және A плюс AB. Ол жақта A шығады, B плюс 1 болады. Сонда A плюс 1, B плюс 1 деп жіктеледі. Түсінікті, бұл жерде жіктеу қиын емес бұны. A плюс 1, B плюс 1, C плюс 1, сонда тең n плюс 1-ге. n плюс 1-ге. Так, енді тағы мына нәрсеге назар аударайық. n дегеніміз не? Мына есептің шартында n деген ABC ғой. 3 таңбалы сан. Сонда n дегеніміз ABC болса, осында разрядта басқаша қалай жазуға болады? 100A қосылған 10B қосылған C. Сонда 100A қосылған 10B қосылған C. Так, сонда бізде не шығып тұр? Мынаяқтан n плюс 1-ге тең, мынау бізде n. Сонда
n плюс 1. Так. Онда былай деп жазайық. Онда a плюс 1 көбейтілген b плюс 1 көбейтілген c плюс 1. Ол бізде неге тең? Ол бізде 100 a қосылған 10b қосылған c-ға тең. Қосылған c-ға тең, я? Так. Так, бізде қазір бағамдау арқылы шығару керек болады да. Так, мына жерде қалай істеп жіберсек болады? Аны. Так, былай істеп жіберейік. Мына бірінші жақшаны көріп тұрмыз ғой, a плюс 1 деген. Соны аны көбейтіп жіберейік осыған, сосын 1-ге көбейтіп жіберейік. Яғни a көбейту b плюс 1 c плюс 1 қосылған b плюс 1 c плюс 1 болады. Яғни 1-ді көбейтіп жібердік b плюс 1 c плюс 1-ге. Түсінікті, я? Не істегеніміз? Бұл тең болады 100 a қосылған 10b қосылған c-ға. Так, баршаңызға мен не істегенім түсінікті деп ойлаймын, яғни мен бірінші жақшада, так, қызылмен көрсетіп қойын. Міне бірінші жақша a плюс 1 деп тұр ғой. Сонда мен мынау a-ны көбейтіп жібердім, мынау екеуіне. Екі жақшаға көбейтіп жібердім. Сонда a көбейтілген b плюс 1 c плюс 1 шықты. Және мынау 1-ді де көбейтіп жібердім. Сонда b плюс 1 c плюс 1-дің өзі шықты. Менің мақсатым қазір мен c-дан құтылғым келіп тұр, c-ларды жойып жібергім келіп тұр, оң жағындағы c-ны. Так. Мен мына жерде 1-ді қалдырып кеттім, я? Себебі мынау сан, берілген сан, ол бізде n плюс 1 ғой. Мен мына жерде мынау n бізде. Мына жерге плюс 1 дегенді қалдырып кеттім, міне плюс 1. Так, енді былай істейік. Мен мынаны қайтадан жазайын. a b плюс 1 c плюс 1. Енді тура сол әдісті қайтадан қолданып көрем. Енді мен қалай істеймін? Так. Енді мен былай істеймін. c плюс c-ны көбейтіп жіберем мынау жақшаға. c-ны осы жақшаға көбейтіп жіберем. Сонда c көбейту b плюс 1 деген шығады. Так, жоқ, олай емес. Олай емес. Жоқ, керісінше, я? Мынақта c плюс 1 жойылып кетеді екен ғой қазір. Так, қараңыздар. Қосылған b-ны көбейтіп жіберем осы жақшаға. Сонда b көбейту c плюс 1 болады. И 1-ді көбейтіп жіберем осы жақшаға. Қосылған c плюс 1 болады. Енді түсінікті болды ма? Енді c плюс 1 жойылып кетеді екі жағындағы. 100a қосылған 10b қосылған c плюс 1. Міне c плюс 1-лер қазір кетеді. Мен оны қазір қызылмен көрсетіп қояйын. Сонда қараңыздар, мына жерде c плюс 1 мен c плюс 1 кетті. Түсінікті болды, я? Не шыққан. Так, енді Так, мен мына жерге енді жазып қояйын. Мына жерге сыймай қалды, сол үшін мына шатастырмау үшін былайынан. Так, осы жерге қазір мен ары қарай жазам. Сонда менде не шықты? Менде a көбейту b плюс 1 көбейту c плюс 1 қосу b көбейту c плюс 1 деген шықты, я? Бұл неге тең? Бұл 100a қосылған 10b-ға тең. 10b. Енді бізде a, b, c деген 3 таңбалы сан. Демек a, b, c деген ол цифрлар ғой. a, b, c ол цифр. Причем a бізде бірінші орында тұр. A деген бас жағында тұр. Бірінші цифр болып тұр, міне a деген. A деген бізде бірінші цифр болып тұрғандықтан, ол бізде 0-ге тең боламайды. A бізде 0-ге тең боламайды, сондықтан A бізде 1-ден 9-ға дейін өзгереді. Так, A сонда бізде 1-ден 9-ға дейін өзгереді, ал B бізде 0-ден 9-ға дейін өзгереді. Бұлар бір таңбалы сандар, яғни цифрлар бұлар. 9-ға дейін өзгереді. Олай болса мен қандай бұдан қорытынды жасай аламын? Так, олай болса қараңыз.
егер c 9-дан кіші болса, онда c плюс 1 неден кіші болады? 10-нан кіші болады, е? c плюс 1 10-нан кіші болады. Так, c плюс 1 10-нан кіші. Енді осыған b-ны көбейтіп жіберейікші. Сонда b көбейту c плюс 1 10 b-дан кіші. Көрдіңіз ба? Бұл 10 b-дан кіші немесе тең. Қай кезде тең болады? Тең болады, егер c 9-ға тең болса. Түсінікті ма? Міне, себебі c плюс 1 10-ға қашан тең болады? Егер c 9-ға тең болса. Сонда, мына жерде нені байқаймыз? Мынау, так, қараңыздар. Қазір мен астын жасыл түспен сызып қоямын, сол жерге қараңыздар. Міне, b көбейту c плюс 1, мынау, 10 b-ға тең болады, егер c 9-ға тең болса. Түсінікті ғой? Тура сол сияқты қараңыздар. b плюс 1 10-нан кіші немесе тең болады, себебі b 9-дан кіші немесе тең. c плюс 1 ол да 10-нан кіші немесе тең. Демек, олардың көбейтіндісі b плюс 1 мен c плюс 1. Ол 100-ден кіші немесе тең болады. Олай болса, мынау 100-ден кіші немесе тең, яғни 100-ді аға көбейтсек, мынау 100-дан кіші немесе тең болады. Яғни ол тең болады, қай жағдайда? Егер b 9-ға тең болса ғана, және c 9-ға тең болса. Яғни мынау теңдік орындалу үшін бізде b мен c 9-ға тең болу керек деген сөз. Болды. Есеп осымен шықты. Себебі осы теңдікте мынау a және мына жерде a тұр, е? Мына жерде b, мына жерде b тұр. Сонда c плюс 1-дің ең үлкен мәні 10, c плюс 1, b плюс 1-дің ең үлкен мәні 100. Сонда олар тең болады, егер b мен c 9-ға тең болса. Яғни бізде есептің жауабы ол 9-ға бөлінетін, соңғы екі цифры 9 болатын, яғни 99-бен аяқталатын барлық 3 таңбалы сандар, яғни 199, 299, 399, осылайынан кете береді. Ең соңында 999. Яғни барлық осындай сандар 99-бен аяқталатын екі таңбалы сандар. Осы есептің жауабы болады. Так, сонымен бұл бізде 19-шы есеп, соңғы есепке келіп жеттік, 20-шы есеп. Ұрыстың алдында командир мен солдаттың әрқайсысында оқтар саны тең болды дейді. Оқтар саны тең болды. Командир ұрыс барысында солдатқа қарағанда 8 есе аз оқ жұмсады. 8 есе аз оқ жұмсады. Ұрыс аяқталған соң командирде қалған оқтар саны солдатта қалған оқтар санынан 9 есе көп болып шықты дейді. Алғашында олардың әрқайсысында болған оқтар саны 71-ге бөлінетінін дәлелдеңіз дейді. Так, сонымен ең алғашында так, қалай болады сонда? Командир, солдат. Так, командирде алғашында x оқ бар болса, онда солдатта да x оқ бар ма сонда? Әрқайсысында оқтар саны тең болды дейді, е? Так, жарайды, алғашында x болсын. Командир, так, x деп оны алмай қояйық. Жұмсаған оқтардың санын алайық x деп. Немесе қалып қалған. Так, командирде x оқ қалды дейік. Ең соңында ода x оқ қалды, е? Солдатта y оқ қалды деп алайық. Так, есептің шарты бойынша командир ұрыс барысында солдатқа қарағанда 8 есе аз оқ жұмсады. Ол не деген сөз? 8 есе аз оқ жұмсады. Және ұрыс аяқталған соң командирде қалған оқтар саны солдатта қалған оқтар санынан 9 есе көп болып шықты. Сонда мысалы солдатта y оқ қалса, командирде 9y оқ қалды деген сөз. Так. Солдат. Қазір кішкене есептің шартын мен түсінбей тұрмын.
Бұл жерде дұрыстап қазір белгілеп алайықшы, қайсысын x, қайсысын y, именно нақты нені x, нені y деп белгілейтініміз сол керек болып тұр. Так, ұрыстың алдында командир оқтар саны тең болды. Командир ұрыс барысында солдатқа қарағанда 8 есе аз оқ жұмсады дейді. 8 есе аз оқ жұмсады. Егер командир x оқ жұмсаса, жұмсаған оқтарын x деп алайық. X оқ жұмсады, я? Онда солдат қанша жұмсайды? 8x оқ жұмсады. Түсінікті ғой? Дұрыс па? Ұрыс аяқталған соң, ұрыс барысында солдатқа қарағанда 8 есе аз оқ жұмсады. Яғни солдат 8 есе көп жұмсады деген сөз. X оқ жұмсады. Енді ода неше оқ қалды? Ұрыс аяқталған соң командирде қалған оқтар саны солдатта қалған оқтар санынан 9 есе көп болып шықты дейді. Солдат 8x оқ жұмсасын, сонда ода y оқ қалды. Y оқ қалсын. Сонда солдатта қалған оқтар санынан 9 есе, онда командирде 9y оқ қалды деген сөз. Так. Сонда осылай болып тұр, я? Сонда ең алғашында, командирде x оғын жұмсады, 9y оқ қалды. Солдат 8x оқ жұмсады, ода y оқ қалды. Все, түсінікті. Сонда x қосылған 9y тең болады 8x қосылған y. Себебі екеуінде бастапқыда оқтар саны тең болған деген сөз. Так, бұдан не шығады? 8y тен 7x деген шығады, я? 8y тен 7x. Бұдан шығатын нәрсе не? Мысалы 7x 8-ге бөлінеді деген сөз, 7x 8-ге бөлінеді. Енді 7 8-ге бөлінбейді ғой. 7 8-ге бөлінбейді. Значит, x 8-ге бөлінеді деген сөз. Осыдан x-ті мысалы 7n деп алсақ болады. X-ті 7n деп алсақ. Так. Онда x-ті 7n деп алатын болсақ. Так, онда 8y тең болады 7 көбейту 7n. Осылай бола ма? Ой, мен не үшін 7n деп алдым? 8n, мен кішкене шаршап қалдым ба, аяқ жағына шатаса бастадым. 8-ге бөлінсе 8n ғой, не үшін 7n деп жазып отырмын мен. Так, онда 8n. 8n, онда мына жерде 7 емес 8. X-тің орнына 8n деп жазып атырмын ғой мен. Мына 7x, x-тің орнына мен 8n деп жазып жатырмын. Сонда 8 бен 8 қысқарып кетеді, сонда y бізде 7n кетен. Y 7n кетен. Болды. Енді мына любойын ала саламыз, орнына қоя саламыз. Немесе мына жерге әкеліп қоя салайық. 8 көбейтілген x, x-тің орнына 8n деп қоям, қосылған y. Y дегеніміз 7n. Түсінікті, я? Мына жерде x-тің орнына 8n деп қойдым, y-тің орнына 7n деп қойдым. Сонда 64n қосылған 7n, ол 71n. Яғни ең басында оларда 71n оқ болған әрқайсында. Яғни оқтардың саны 71-ге бөлінеді деген сөз. Егер мысалы мынаны жалпы n деп алатын болсам, үлкен n. Сонда n бізде 71-ге бөлінеді деген сөз. Так, сонымен бұл есептер шықты. Бұл алдағы уақытта тағы да жоспарлап отырмын. 50-60 шақты регатан есептері. Бұл кішкене оңайырақ есептер. Бұдан сәл күрделірек және орташа деңгейдегі есептерді тағы да алдағы уақытта көрсететін боламыз, шығаратын боламыз.